Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзбек халқының ерекше дәмді тағамдарының бірі дымляма тағамының өзімнің дайындау жолыммен бөлісемін. Ерекше дәмді тағамдардың бірі, видеоны соңына дейін бірге қараңыз. Мен дымляманы осындай мультиваркаға дайындаймын. Қызып тұрған майға алдын ала туралған етіміздің екі жағынан қызарғанша жақсылап қуырамыз. Міне, дәл видеодағындай етіп саласыздар етті. Және бір 10 минуттай бір жағын қызартып, және аудара отырып, екінші жағын қызартып қуырып аламыз. Мен сиыр етімен жасап жатырмын. Сіздер қой етімен де жасасаңыздар болады. Қуырылған екі жағы қызарып қуырылған етімізді салып аламыз да, одан кейін тағы да екінші етіміздің бөлігін қабырғаларды салып осылай қуырып аламыз. Қабырғаларымыз қызарып қуырылған кезде үстіне пияз саламыз, және жаңағы етіміздің екінші бөлігін, одан кейін оның үстіне тағы да туралған пиязымызды саламыз. Мультиваркамыздың бетін жауып 1 сағаттай етіміз піскенше жақсылап бұқтырып пісіріп аламыз. Баяу пісетін режиміне қойып қоясыздар. Келесі етіміз піскенше осылай көкөністерімізді дайындап аламыз. Барлық көкөністер видеоның астындағы описаниясында жазылған. Міне біздің етіміз өзінің соғында өте керемет болып бұғып пісті. Үстіне бұрышымызды саламыз, тұзымызды саламыз. Қалауларыңызша әртүрлі дәмдеуіштерде қоссаңыздар да болады. Менде осындай арнайы дымлямаға арналған дәмдеуішті қостым. Келесі үстіне домалақ етіп туралған сәбізімізді қоямыз. Сәбізді ұзынша етіп ірі-ірі қылып турасаңыздар да болады. Сәбіздің үстіне тәтті бұрышымызды қойып шығамыз осылай. Келесі қызанақтарымызды қойып шығамыз. Және одан кейін картопымызды қоямыз. Картоптарыңыз кішірек болса, осылай бүтіндей салсаңыздар болады. Егер қатты үлкен болса, ортасынан бір бөліп салғандарыңыз дұрыс. Одан кейін үстіне мен осылай кинзамен петрушканы септім. Және тағы да пиязды осылай дөңгелек етіп турап қойып шығамыз. Оның үстіне міне 40 қабатымызды қоямыз осылай, дәл видеодағындай етіп. Келесі осы 40 қабатты салып болғаннан кейін үстінен мен тұз себемін. Және үстіне әртүрлі аскөк қойып шығам. Менде петрушка мен кинза, әр жерлеріне сарымсақ қойып шығамын. Содан кейін бетін осылай 40 қабаттың жапырақтарымен жауып шығасыздар, дәл видеодағындай етіп. Және бетін жауып, баяу өзінің режиміне қоясыздар. Егер сіздерде мультиварка болса, онда өзі томление деген режим болады, соған қойып пісіріп аласыздар. Егер плитаға пісіретін болсаңыздар, 1,5 сағатта ең баяу режиміне қойып пісіріп аласыздар. Өзі солай бұғып, баяу отта тұрып, 1,5 сағатта керемет болып пісіп шығады. Міне біздің дымлямамыз дайын болды. Өте ерекше дәмді болып шықты. Шынымен еттері ауызда ерейтіндей болып, прям жұп-жұмсақ болып піскен. Өте оңай дайындалатын тағам, міндетті түрде жасап көріңіз.